Бақытты болуға ғана лайықты сәбилердің жанар мұңды, тағдыры теперішті болса, кім жауапты? Арқа сүйер азаматы жауапкершіліктен жалтарса, аналардың күйі не болмақ? Неге және отбасы дейтін қастерлі ұғымға сызат түскен сайын, әкенің толыққанды қамқорлығы мен ананың ақ адал мейірінен алшақтаған сәбилердің саны азаймай отыр. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі шығарылымда алимент тақырыбы турасында сөз қозғайтын боламыз. Армысыздар. Тікелей эфирде өмірдің өзі және мен Толқын Қабылша. Қадірлі көрермен, біздің тақырып сіздерді толғандырса, бізбен тікелей желіде хабарласыңыздар, ой-пікірлеріңізді білдіріңіздер, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Баршаңызға бүгінгі студиямыздың төріне қош келдіңіздер дейміз. Жалпы бүгінгі таңда біздің қазақ дейтін ұлт үшін осы алимент мәселесі, ажырасу мәселесі тым бір өзекті жайт. Ендеше сізбен біз сөзді бастамас бұрын біздің редакциямызға хабарласқан қаламыздың тұрғыны Жанар есімді келіншектің мұңын, жай-күйін тыңдап алсақ. Ажырасқаныма 1 жылдан асып барады. 2 балам бар. Айтайын дегенім, алимент ала алмай жүрмін. Жолдасымның айлығы жақсы, жеке кәсіпкер болып жұмыс істейді. Бірақ анау деп, мынау деп түрлі себептерді сылтауратып, әлі күнге дейін жалтарып жүр. Біресе асыра алмайтын болсаң, балаларды қайтарып алам, ажырасқан өзің деп қоған лоқыда жасап жүр. Сорт орындаушылары мен көрсеткен мекен-жайға барса, квартирасында болмай шығады, немесе телефонын көтермейді. Менің мардымдай ғана, азғантай ғана айлығымен балаларымның киім-кешегі бар. Менің өзімнің жүріп тұруым бар, тамағым бар, жетпейді. Қиналып кеттім. Жақындарым әйтеуір бір күні аларсың деп жуатқандай болады, бірақ қашанға бұлай жүре берем. Үмітім де үзіліп, шарасыздықтан не істерімді де білмеймін. Күн сайын сот орындаушыларына барып, шағымдана беруге де жұмыстан шыға алмаймын. Кешкісін балапандарыма асығамын. Не істесем екен? Мінекей, сізбен біз қаламыздың тұрғыны Жанардың басындағы жай-күйін тыңдадық. Шын мәнінде отбасы іргесінің сөгіліп, ерлі-зайыптылардың ажырасуы бүгінгі таңда белең алған қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Ендеше Жанар секілді келіншектер біздің қоғамда өте көп. Біздің төрімізде Асқар Кемалов мырза. Асқар мырза, жалпы аталмыш мәселеге қатысты, Жанардың басындағы жай-күйіне қатысты қандай ой айтуға болады? Әрине, бұл қазіргі кезде алимент мәселесі қоғамда өршіп тұрған жағдай бар. Бұл мәселелер төңірегінде прокуратура органдары қазіргі кезде жүйелі жұмыстар атқарып келеді. Біріншіден, әрине, бұл статистика ештеңені жөндеу қоймас. Ол мысалы жаңағыдай зәбір көрген анаға, алимент алмай жүрген балаға деген сияқты напақа болмайды. Дегенмен де осы мәселелерді үйлестіріп, уәкілетті органдардың жұмысын бір бағытқа қою мақсатында қазіргі кезде бас прокуратураның бастамасымен бүкіл республика көлемінде алименттер төлемеуге қарсы 30 қадам атты нақты жобасы жүзеге асырылуда. Ал осы жобаның аясында біздің облыстың төңірегінде, яғни облыс прокурорының бастамасымен алименттен қарыз азайтамыз атты жоба іске асырылуда. Бұл жоба төңірегінде біз пилоттық режимде Жалағаш ауданында 3 айдың көлемінде нақты борышкерлермен жұмыс жасап, тиісті нәтижелерге қол жеткіздік десек те болады. Яғни алименттен қарызы қазіргі күнде бір Жалағаш ауданында мысалы 85%-ға азайтуға қол жеткізіліп отыр. Әрине, енді бұл жерде түрлі себептер бар. Әр атқарушы құжаттың аясында түрлі борышкерлер бар деген сияқты. Біреу жаңағы кейіпкеріміз айтқандай жұмыс істеп, оны жасыруға әрекеттенсе, кейбір борышкерлер осы қоғамда нақты жұмысын табамай жүрген борышкерлер де бар. Бұл тұрғыда енді уәкілетті органдар, оның ішінде Әділет департаментінің үйлестіруімен мемлекеттік және жеке сот орындаушылары нақты орындаумен айналысып келеді. Одан әрі осы жерде қазір әріптестерім отыр, солар әр атқарушы құжаттың төңірегінде қандай
мәселелерге кездескен жөнінде айтып береді жағдайда. Енді Жандос мырза, жалпы Жанардың басындағы жай күйге құлағдар болдыңыз. Ажырасқанына 1 жылдан артық уақыт өтіпті. Арызданып сот шешімі шықса да әлі күнге тиісті нәпақасын өндіріп ала алмай отыр. Бұл жағдайда қайтпек керек? Енді жаңа кейіпкеріміз айтып өтті, борышкер жеке кәсіпкер дейді. Яғни егер де жеке кәсіпкер болып зейнетақы жарнамалары түсіп тұратын болса, егер де оны сот орындаушысы енді арнайы электронды жүйе арқылы сұрау салып, жұмыс орнын анықтаса, жұмыс орнына орындау үшін жібереді. Және де борышкер тұрғылықты мекен жайында тұрмай жатса, ол жөнінде сот орындаушылар міндетті түрде барып борышкердің тұрмайтындығы жөнінде акті жасақтап, атқарушылық іс жүргізу сот орындаушы мәртебесі туралы заңның талабына сәйкес сотқа борышкерді іздеу жариялау жөнінде ұсыныс енгізеді. Яғни әрі қарай іздеу жарияланған жағдайда ішкі істер органдарымен борышкер іздеу жарияланып табылып, жеке сот орындаушыларға әкелінеді. Әрі қарай сот орындаушыларымен әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 669 бабымен әкімшілік хаттама толтырылып, сотқа әкімшілік жауапкершілігін көру жөнінде ұсыныс жолданады. Сондай енді Жанарға айтып кететін жайт, мына жерде 1 жылдан бастап алимент алмай жүргендігі болса, міндетті түрде менің жеке қабылдауыма келсе де болады. Қылмыстық кодекстің 139 бабында нақты көрсетілген 3 айдан астам сот актісін орындамаған жағдайда өндіріп алушы ішкі істер органдарына борышкердің қылмыстық жауапкершілігін қарау жөнінде шағым беруге құқысы бар. Яғни бұл түбегейлі айналысуды қажет ететін мәселе. Яғни енді бізге келсін, өткені борышкердің жаңағы алимент бойынша берешегі жөніндегі қаулысын есептеп, нақты шаралар қабылдап, біз көмек беруге әрдайым дайынбыз. Жалпы енді бүгінгі таңда осы өз баласын нәпақасыз қалдырып отырған әкелердің саны былтырғы жылдармен салыстырғанда қаншалықты артты, не кеміді деп айта аламыз біз. Енді насихат жұмыстары тым қарқынды жүргізіп жатыр бүгінгі күні. Талаптың да, тілектің де үдесі күшейді. Шетелдерге қыдыруға тыйым салынды. Өзге де телеарналардан күн сайын олардың жұмысына, жауапкершілігіне қатысты насихат күшті. Енді оң нәтиже бар ма бізде? Ауыз толтырып айтарлықтай. Енді қаншалықты ойса алып жүр сол әкелерімізге, аналарымызға алимент? Енді жасыратын жоқ, мына сот орындаушысының қызметі өте қиын сала. Енді қазіргі таңда облыс бойынша статистикалық есепке келетін болсақ, мемлекеттік және жекеменшік сот орындаушылардың орындауында осы алимент санаты бойынша 10 мыңға жуық атқарушылық өндіріс бар. Енді кейде жағдайлар болып жатады, жеке сот орындаушысына да келіп, мемлекеттік сот орындаушысының алдына келгеннен кейін борышкерлер мен өндіріп алушылар табысталып, әрі қарай бірге өмір сүріп кетіп жатқан жағдайлар да болады. Енді жаппай бәрін айта алмаймыз. Енді бірге келіп, жаңағындай сот орындаушылар енді дайын психологтар сөйлесіп, борышкермен де, өндіріп алушымен де, баланың болашағы ертеңгі. Бұның артында әрбір баланың болашағы тұр. Сондықтан сөйлесу арқылы татуласып кетіп жатқан жанұялар да бар. Енді өзіңіз айтпақшы, бұқаралық ақпарат құралдарымен де прокуратура органдары бар. Сот орындаушылармен бірлесіп, бейнероликтерде беріліп жатыр, билбордтарда ілініп жатыр. Қажет болса, мына қазіргі таңда сот актісін орындамай жүрген борышкерлерді облыс көлемінде газеттерге борышкерлердің тізімінде жолдап жатырмыз. Себебі борышкердің сана сезіміне жетіп, өзін ұялсын, ертең әйтеуір қазақи облыспыз ғой, Қызылорда облысы, әйтеуір дос жараны бар, ағайын тумасы бар, айтып қалады, бір жерде көріп қалады. Бет көргесін жүз ұялады дейсіз ғой. Сондай шараға дейін де барып жатырмыз енді қазіргі таңда. Енді сол шаралар нәтижелі ма? Бүгінгі таңда шын мәнінде ар ұятына тиіп, осы нәтижесін беріп, татуласып өмір сүріп жатқандар, татуласып кетіп жатқандар да бар. Енді жаппай бәрін де айта алмаймыз, енді татуласып жатқан жандар. Біздің студиямызда Нұрымжан Сайымов мырза отыр, жеке сот орындаушылардың Қызылорда өңірлік палатасының басшысы. Нұрымжан мырза, жалпы енді аталған мәселе жаңа Жандос мырза өз тұрғысынан айтып кетті. Енді осы жеке сот орындаушыларының жұмысы қаншалықты нәтижелі немесе үлес қосып отыр осы ата-аналарда нәпақаны тиісті өндіріп алуда? Қазір енді өздеріңізге белгілі, бұл ұлт жоспары 100 нақты қадамда, 27 қадамда нақты көзделген. Бұл жеке сот орындаушыларды институтын ары қарай дамытып, мемлекеттік сот орындаушыларды қысқарта отырып. Енді сол 27 қадам ішіне барлығы кіреді. Бұл жерде алимент өндіру бар, басқа да категория істер бар өндірілетін. Соның ішінде аса маңызды
рөлін алып тұрған бізде бұл қазіргі уақытта күрделі мәселе алимент мәселесі. Енді алимент мәселесімен бізде облыс бойынша 2000-нің үстінде алимент жинақталды, яғни борышкерлер. Бұл борышкерлер арасында қазір қателеспесем 2016 жылы біз 58 әкімшілік материал жолдадық сотқа, яғни борышкерлерді осы напақа төлемеген үшін жауапкершілікке тарту жөнінде. Сонымен қатар соның нәтижесі 58-дің 28-і жауапкершілікке тартылып, яғни біреуіне айыппұл салынып, біреуіне қамауға алынды. 139 бап бойынша Жандос бауырымыз айтып өтті, яғни қылмыстық іс қозғау жөнінде 3 айдан кем қаржы жинақталған жағдайда борышкерлерді жауапкершілікке тарту бойынша. Бұл бойынша да жеке сот орындаушылар тарапынан борышкерлердің үстіне қылмыстық іс қозғау үшін уәкілетті органдарға 7 ұсыныс берілді. Бұның біреуі қаралып жатыр қазіргі уақытта. Енді көптеген бұл әр ата-ананың, әкенің балаға деген сезімі. Бұл жерде енді былай қарап отырсаңыздар, адами тұрғыдан қарағанда өз баласы үшін төлеу керек 18 жасқа дейін. Кейін оның бәрі сұралады, бетіне басылады дегенде. Енді жеке сот орындаушы тарапынан қазіргі уақытта осы айтып өткенде борышкерлердің сезімін, яғни алимент төлеу үшін жаңағы тілдесесіздер, иә, күн сайын. Сонымен қатар бейнероликтерді түсіріп жатырмыз. Осы борышкер алиментіңді төле деген сияқты. Одан тізімін бердік деп жатырмыз, үлкен орындарға жариялау бұқаралық ақпарат құралдары арқылы. Сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы енді біз байқап жатамыз, өмір болған соң түрлі жағдайлар орын алады. Борышкер дедікші, өзінің алғашқы отбасында 3 немесе 2 баласы қалғаннан кейін, екінші рет отбасын құрғаннан соң, өзінің екінші отбасындағы балаларына мейірімі тым артықтау болады ма? Енді бұл дәлелденіп жүрген құбылыс. Ол жақтағы әйелі де арыз береді, жаңағы напақаның мөлшерін қысқарту турасында. Тіпті кейде сол алғашқы отбасындағы балаларға бір соншалықты жек көрініш сезіммен қарайтын әкелерді немесе сол екінші жұбайын біз байқап жүрміз. Осындай құбылыстар қаншалықты жиі сіздер сезінесіздер? Ол да сенің қаныңнан өрбеген бала ғой дегенмен, екінші отбасындағы баласы бір өзінің туған баласы да ана жақта қалған бала, өгей бала секілді көзқарас қалыптасып келе жатыр. Осыны мен жиі естіп жүрмін осы өмірде. Бұған қатысты қандай ой айтасыздар? Сіздер тәжірибе барысында кезіге ме осындай оқиғалар? Бір міндетті сияқты, амалсыз, шарасыз көндігіп жүрген әкелер. Біздің өзіміздің практикамызда кездесті, сіз айтып отқандай. Мысалға, бірінші әйелінен 2 бала болса, екінші уже отбасын құрып, онда да бала бар да. Мен өзім көргенім еркек емес, жаңағы әйелі келіп, мен күйеуім атынан 2 балаға алиментті төлейік деп едік, маған сол талапкердің есепшотын беріңізші деген кездерде болды да. Жалғыз енді қазір олайша енді статистикада көп емес, әйел жағынан да алимент напақа төлейтіндер де бар. Әйел жағынан бірінші бастап, баласын тастап, борышкер болып, әйел болып тіркеліп тұрады. Сондай да жағдайлар кездесіп жатады. Жалпы бұндай оқиғалар енді біздің қазақы қалпымызға тым жат, яғни аналардың өзінің баласын әкесіне қалдырып, екінші рет тұрмыс құрып кетуі немесе мүлдем бостандыққа кетуі. Бұл турасында әлде сөз қозғайтын боламыз. Енді біздің ортамызда үлкен ұлағатты қауымдар, ұстаздарымыз, апайларымыз отыр. Алимент деген қозғап отырған мәселе бұл сізбен бізді алаңдатып отырған жағдайдың бір ғана ұштығы. Бұның астарына терең зер салсақ, оның астарында бір бүтін шаңырақтың күйреуі, баланың жетім, әйелдің жесір қалуы секілді мәселелер тұр. Осы турасына келгенде, ана ретінде, ұстаз ретінде, сізде жан-жағыңызда жақын жолыңыз бар. Қандай ой айтасыз, көріп жүрсіз өмірден? Бұл айтатын болсақ, бұл өте өзекті мәселелер ғой. Жаңағы өзім сөзімді ұстаз болғаннан кейін, жаңағы елбасы Назарбаевтың 2030 бағдарламасында айтылған ғой, қоғамды жөндегіміз келсе, жаңағы 2 жас жұбайлардың және өзінің алдындағы, бала алдындағы жауапкершілігін мықты қадағалауымыз керек деп атап айтқан болатын. Біз енді осы турасында бұл негізі бұл бір жұқпалы ауру сияқты ғой. Мысалға бүгін ертең бір көрші ажырасса,
біз енді мұғалім болғаннан кейін біз түрлі іс-шара өткіземіз, түрлі тәрбие сағаттарын мектеп барлық аймақ басшыларымен инспекторлар бар, қазір барлық мектепте бірігіп өте көптеген іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Бірақ алимент өндіру деген турасында біз оны араласпаймыз. Себебі оны заң орында өздері шешеді, заң өкілдері. Бірақ енді балаға екі ортада жаңағы бұл қарыз емес, негізі ата-ананың балаға деген парызы ғой. Негізі парыз ғой ол бала. Екі ортада бала күйрейді бұл жерде. Оған жаңағы ажырасып кеткенмен екінші отбасы екеуіне де табылады деп ойлаймын мен. Бірағында екі ортада, мысалы мен өзімнің классымда бар, қандай семьяның балдары әп-әдемі, бала жақсы оқитын еді. Биыл папасынан ажырасып, ол баланың сабаққа деген тәртібі, жаңағы баланың бір түрлі болып пәс болып қалды балам. Сағысынып қалады. Менің өзімнің оқушым бар. Осылғанда өзімнің алдымда отыр. Мен бұған бір жағынан ана да, бір жағынан әже де, бір жағынан мама да болып қараймын. Бірақ дегенмен жасырады, мамасы жасырады. Бірақ дегенмен мен сезем. Өйткені менің оқушымның атын айтпай-ақ қояйын, бірақ менің оқушымның өте жаңағыдай балалармен араласуы бір түрлі болып пәс болып былтырғыда емес ол бала. Биыл бір түрлі ерекше балада деген бір бұл жерде кішкентай бала ғой негізі күйрейтін. Бұл алимент деген ешқандай ажыраспау керек. Ажыраспаған кезде ғана бұл алимент деген нәрсе жойылады. Негізі ажырасып кетеді, сосын ақша сұрайды, ақша талап етеді бір-бірінен. Ол бермейді, жүреді, жаңағы мен сен мен деп. Екі ортада ол бала не болып жатқанымен біз тағы да бейберекет бала бесеуіт қалады ғой. Екі ортада бала басқа жақта жүреді баланың ойы. Анау бала барып сотқа жүгініп жүреді, анау анда жүреді. Сөйтіп жүргенде екі ортада бала тәрбиесі де оқшау болып қалады. Сабаққа үйде кім қарайды? Сол кезде ол бала папасын қуып жүрсе, мамасы папасын қуып жүрсе. Менің өзім айтайын дегенім, өзім ажырасу деген нәрсе болмау керек. Негізі мынау ислам тілімен айтсам, мен Асыларна деген каналды өзім жақсы көрем. Себебі біз бәріміз қазақпыз. Қазақ болғаннан кейін біз не нәрсе жұққыш болады бізге. Үш-ақ нәрседе ғана ажырасу болады екен. Бір, өзің діннен безіп кетсе дейді. Екіншісі, жаңағы ата-анасына қол жұмсаса. Әйел адам, ер адамның ата-анасына қол жұмсаса. Үшінші нәрсе, синалық, қорлық кәдімгі көзіне шөп салса. Тек қана сол үш нәрседе ғана мен айтып отқан жоқпын. Оны бүкіл имамдар қолдап, жақсы бір үлкен тақырып болды анау күні осындай бір. Мен көрдім Асыларнадан. Сондай бір өзімнің бойымда қалғаны. Сол кезде үш-ақ нәрседен ажырасады екен. Қазір не, бағана өзіңіз айттыңыз. Вечерге бармадым. Сөзіңіз жандандырайын. Мен январдағы вечерге жаңағы корпоративке бармадым деп ажырасып жатыр дейді. Ол дұрыс емес негізі. Ол әйел адамға да көп көңіл бөлу керек. Біз бір жақты қараймыз қай жерде де. Ер адамды бәріміздің де баламыз бар, Құдайға шүкір. Ер адамнан көреміз, анау дейміз, мынау дейміз. Кеттай нәрседен түйткіл іздей береміз ғой біз. Соның күресу жолын іздеуіміз керек біз. Жаңағы бір нәрсені қаза бер, жамандығын ойлағанда ер адамның да бір кішкентай ғана бір 5 минут, соның бір ең болмаса отасқанда бір 10-15 жыл өмір өтті ғой. 3 баласы болса, ол 15-20 жыл бір отасы деп ойлаймын. Сол кездегі бір кішкентай жақсылығын неге есепке алмасқа ер адамның? Дұрыс айтасыз. Бұл турасында әлі де жалғастыратын боламыз. Менің айтар ойым, пікірім осындай деп ойлаймын өзім. Біздің ортамызда енді асыл дініміздің өкілі отыр. Марат мырза, қаламыздағы Нұр мешітінің имамы, бас имамы. Марат мырза, енді біздің дінімізде осы ата-ананың баланың нәпақасын беруден жалтарғаны турасында қандай ізгі ой айтады, қандай қағида, уағыз айтады? Бисмилля. Енді бірінші ақылар бөлінеді. Мұсылманның Алла тағала алдында ақысы бар, және мұсылманның алдындағы ақысы болып бөлінеді. Мұсылман алдындағы ақылардың ішінде осы отбасы ақысы бар. Ер кісі әйел кісіні өзіне некелеп алған күннен бастап, әйел кісінің ішіп жемі, киім кешегі, жатын орны, тамағы барлығы ер кісінің мойнында болады. Тура сол сияқты Алла нәсіп етіп жатса, кейіннен келген перзенттің де нәпақасы ер кісінің мойнында болып есептелінеді. Ал енді жаңағы Айша анамыздан жеткен хадисте айтады, Хинд пен Утба дейтін әйел кісі болады, сол кісі келіп айтады, күйеуім Абу Суфиян балдарға нәпақа бермейді, көбінесе сараңдық жасайды деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, сен оның мал мүлкінен өзіңнің қалағаныңша бала шағаңа жететіндей, өзіңе азық жететіндей қылып ал деп айтады.
Тіпті күйеуіңіз бермесе де, рұқсатынсыз. Иә, бермесе де, өйткені ол сараңда жасады ғой. Сондықтан да бұл жерде жаңағы көп нәрсе аманаттың не екенін білмегеннен келіп шығып жатқан секілді. Өйткені әйел кісіні Алла тағала аманат қылып бергеннен кейін оған қиянат жасау біздің дінімізде күнә болып есептелінеді. Ал бала егер тамағы болмаса, оның жаңағы үстіндегі киімі қатарына кем болса, бар болып тұрып бермесе, бұл ер кісі өзі Құдайдың алдында жауап береді. Өйткені бұл нәрселердің барлығы бізге аманат ретінде берілген. Бала да, әйел де. Аманатқа қиянат жасау бұл Құдай тағаланың алдында үлкен қиянат болып есептелінеді. Сондықтан да көбінесе еркектер жаңағы алиментті бермеуінің себебі яки болмаса отбасына жұмсаған кезде кейде бір міндетсіну, яки болмаса бір зекіп беру, мен беріп жатырмын ғой, қайта-қайта беру дейтін нәрсе жоқ, ондай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, сендердің қайсы бірлерің отбасы үшін, яки әйел үшін, яки баласаға үшін, немесе отбасындағы бір қажеттіліктер үшін жұмсалынған ақша, қаржы, бұл садақа деп айтады. Сондықтан да ол кісі тек қана бір жай нәрсе беріп жатыр емес, садақа Алла тағаланың жолында жақсы нәрсе істеп жатырмын деп ойлаған кезде бұл мәселелерден қашпайтын секілді жаңағыда айтып жатыр ғой, телефон өшіріп тастайды, әртүрлі мәселе деген нәрсе болмайды. Сондықтан Құдай тағаланың алдында ақысын білген кезде ер кісі мұндай нәрселер қоғамда өзінен өзі жоқ болып кетеді. Сондықтан да бермесе бұл нәрсені ертең Алла тағаланың алдына барған кезде бұл қияметте өзінің жағасын жабысады. Осы нәрселер. Шын ұғынғанға астарында үлкен ізгі ой жатыр. Енді осы жаңа сіздер сөз барасында айтып қалдыңыздар, 139 баптың нәтижесінде сол қылмыстық жауапқа тартылып борышкерлер қандай да бір шара қолданылады деп біз естігеміз. Кезінде қаншалықты бүгінгі таңда жүзеге асып жатқанына бейхабармын, әрине. Осы 2 жылға бас бостандығынан айыру дейтін қатаң тұрғыдағы жаза бүгінгі таңда қолданыста бар ма? Және біздің өңіріміздегі қандай да бір азаматқа бұл аталмыш заң жаза қолданылды ма? Әрине, бұл заңнамалық қазіргі кезде біздің өңірімізде де қолданыста. Жаңа мен айтып өткен жобаның аясында Әділет министрлігі және Ішкі істер министрлігінің біріккен бұйрығы қабылданды өткен жылда. Осы біріккен бұйрықта ол жаңағы борышкерді қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында қандай құжаттар болу керек, оның рәсімделу тәртібі қандай органдарға жүгіну қажет деген сияқты мәселелердің бәрі қамтылған. Қазіргі кезде енді осы үйлестіру жұмыстарының нәтижесінде ішкі істер органдарына, яғни бұндай категорияда санаттағы істерді ішкі істер органдары жүргізуге міндетті. Осы ішкі істер органдарына қазіргі кезде 60-ның үстінде құжаттар жолданды. Оның ішінде тіркелген қылмыстар бойынша қазіргі кезде борышкерлердің жауапкершілігін шешу мақсатында тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр қолданыста. Түсінікті. Енді жаңа айтып қалдыңыздар, тек қана әкелер емес, осы баланың болашағынан, баланың тағдырынан жалтарып отырған сондай өкінішке орай аналарымыз да бар деп. Нұрымжан мырза, сөзіңізді тарқатып айтсаңыз, сондай аналармен өзіңіз, сіздер осы қызмет барысында бетпе-бет кезігіп, жүздесіп, солардың соншалықты бір қатыгездігіне куә болып жүрген кезіңіз болды ма? Осы іс барысында өздеріңіздің? Енді біз әрине сот орындаушының жұмысы бұл соттың шешімін орындату. Енді ол борышкер қазір азаматша жұмыс істейді. Жақсы, лауазымды жерде. Оны енді атын есімін айтпай қойын. Иә. Онымен жүздесіп айту, ол жерде мен 1-2 рет былай әңгімеге тарттым кездесу барысында. Бірақ жауап беруге жауап бере алмады. Яғни бүгінгі таңда екінші отбасын құрып кетіп отыр ма? Отбасылық жағдайымыз солай шештік, солай кеттік дейді. Оның өзінің қазір екінші отбасы бар. Әйелдің? Әйелдің 3 баласы, қателеспесем 3 бала, иә. Әкесінде қалды, иә? Әкесінде қалды, әкесі алимент өндіріп отыр. Бұндай оқиғалар қаншалықты жиі кездеседі? Қазір біз жиі естиміз осы аналардың баласынан бас тартуы. Енді бұған қандай себептерді алға тартады? Жаңа енді сіз бір кісіні лауазымда деп қалдыңыз. Кейде лауазымсызда емес-ақ, кәдімгі аналар 10 жыл тұрған жарынан безініп, баласын тастап, бір әлдеқайда бас ауған жаққа кетуге құмар болып тұрған оқиғалар бар. Енді бұл жерде қазір айтатын болсақ, көп нәрсе бар қоғамда енді. Атын атап түсін түстемесек те дегенмен осы. Ақша, қаражат, бірінші мәселе не нәрсе болсын сол қаражатқа келіп тіреледі қазір қоғамда. Жүрсең жаңа ақша деген сияқты. Үшіншіден, болмайтын кикілжің ұрыс отбасында болатын. Жаңа ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деп жатырмыз, сол сияқты. Соның шыдамай, ұрыс керіске, жоқшылыққа шыдамай
енді біз жоқ, енді түсінікті, иә, жоқшылыққа шыдамайды, бәлкім жолдасына да қандай да бір мінезіне көңіл толмайтын болар. Шын мәнінде ажырасуға бел буғанда біздің қазақтың әйелдері азаматының ішкен, неде көнген, е? Тіпті кезінде аналарымыз жаңағы жындыбайы, жаңа не дейді, жолдасы қол көтерген кезде де сол балдары үшін шыдаған. Тақа болмай бара жатса, баласын алып төркініне кеткен. Ал енді баласын тастап кету деген, бұл біздің қазақтың анасының болмысында болмаған дүние ғой. Сіздер осыған жан түршігетін жағдай деп қарамайсыздар ма? Әлде уже қызмет барысында бұл үйреншікті жағдайға айналып бара жатыр ма? Енді Нұрымжан әріптесімді осы жерде жалғап өтейін. Бұл жерде енді мәселе жаңа айтып жатыр ғой, енді ол басым көпшілік емес. Енді себебі ішімдікке салынып кеткен жанұяларда болады. Мысалы, енді алимент десе көбі сөйлейді, ер азаматтар борышкер болып табылады. Жоқ, әйел азаматтар да борышкер болып табылады. Баланың ата-ананың алдындағы баласы 18-ге толды, ата-анасы қарт болды, қарамай тастап кетсе, ата-ана да баладан алимент өндіруге заңда нақты көрсетілген, неке және отбасы туралы кодексіне нақты көрсетілген. Ондай да оқиғалар бар ма біздің өңірде? Бізде енді Қызылорда облысында бізде енді қазіргі таңда практикамызда жоқ, ата-анасы баласынан өндірген дегенді, бірақ әйел борышкерлер. Енді ол көбісі жаңағындай ішімдікке салынған. Мысалы, келтіретін болсақ, ата-аналық құқығынан айырылғандар да, мысалы, білім, қалалық білім нелерімен, ұйымдармен, жаңа ішкі істер органдарымен ішімдікке салынған, тұрмысы төмен отбасыларда, мысалы, баланың тәрбие үшін ата-аналық құқығынан айырғанмен де, сот оған ата-анасынан бала 18-ге толғанша алимент өндіруге шешім шығарып береді. Менің өзімнің жұмысымда да кездесті. Бір 85 жылғы енді азаматша шақырдым, сөйлестім, не себепті. Неке, жаңағы азаматтық некемен дүниеге әкелген бала, сөйтіп ішімдікке салынған, жолдасы сотталып кеткен. Одан кейін амал жоқ, ішімдікке салынғаннан кейін билік, үкімет балдардың болашағын ойлап, баланы одан алып балалар үйіне өткізген. Қазір енді сол азаматшан енді қолымыздан өзіміз сөйлесіп, ол кісіні қазір таңда жұмысқа тұрды, жеке куәлігін жоғалтқан екен, соған енді өзіміз көмектесіп, жеке куәлігін алып беріп, жұмысқа тұрып, қазіргі таңда балдарына алимент төледі. Арасында енді қоңырау шалып тұрам. Ішімдігін қойған балдарымен барып араласып тұрады. Бірақ балалардың атынан үкімет есеп шот ашып қойған, ол үкіметтен ай сайын қаражат бөлініп тұр, оқуына, тамағына балдардың жағдайы жақсы, бірақ ана ақша бала 18-ге толғанша есеп шотында тұра береді. Бұл да бір мемлекетіміздің енді осы баланың болашағына қандай да бір жасап отырған қолдауы дейсіз ғой. Ертең әйтеуір мектеп тәмамдаған соң сіздің алып қосарыңыз бар ма, Нұрмыжан мырза? Алып қосарымыз жоқ, барлық шындықты айтып өтті. Түсінікті. Енді біздің ортамызда Гүлжахан ханым отыр. Гүлжахан ханым, бүгінгі таңда сіз осы көген көздерге білім беріп жүрген тәрбие ошағында оқытушысыз. Өзіңіз де анасыз. Енді жаңа айтып жатыр, қазақтың әйелінің болмысына, қазақтың әйелінің өмірлік ұстанымына сызат түсе бастағандай, өкінішке орай. Сізді қаншалықты толғандырады бұл жайт? Неден туындап отыр бұның арғы астары, тереңде, қай жерде жатыр? Енді осы хабардың атын естігенде, мен алимент деген сөзді естігенде, бірден көз алдыма ажырасу деген сөз, соның бір синонимі сияқты да. Жалпы ажырасу неден туындайды? Ажырасу, мен көп жағдайда ойлаймын, жаңағы ақша деп жатыр, жаңағы құқық қорғау органдарының. Оның жаңағы кейбіреулердің жаңағы екінші біреулерге адамға айналып кетуі, басқа біреулерді. Бұның барлығы да мен ойлаймын, негізі тәрбиесіздіктен туындайды деп. Негізі үйінен, отының басынан жақсы тәрбие алған қыз, жақсы тәрбие алған бала, ол өзінің бойындағы жауапкершілікті түсіне біледі деп ойлаймын. Сол жауапкершілікті түсінбеген адам, ол мейлі нешеге келсін, ол мейлі нешелі балалы болсын, бәрібір ажырасу деген нәрсеге келгенде бір семья болғасын, рас, отбасына қиыншылық түспейтін отбасы болмайды. Тіпті психологиялық ауырлық түсетін кездер болады. Екі адамның екі жаққа бөлініп кететін тұстары болады. Сол кезде сақтап қалам деген адам семьясын сақтап қалады. Егер оның арғы жағында бір құндылықты сақтай алатын адам болса. Көп жерде біздің жастарымыз
семья құндылығы, жанұялық құндылық, отбасының құндылығы, оның ар жағында тіпті ұлтымыздың құндылығы деген нәрселерді есепке алмайды. Ол үшін мен ойлаймын, бізде нағыз кәдімгі қазақи тәрбие бере білуіміз керек. Бұған дейін енді талай нәрсе айтылып жатыр, бұған дейін ешқандай қазақ ажыраспаған, ешқандай жетім бала болмаған, бүкіл ауыл болып сол жетімді жетілдірген оқиғалар, ол бәрі тарихтан белгілі. Ортамызда қазірде де болып жатыр. Ол нәрсе тоқталып қалған жоқ. Енді біз қара шындықты мойындайықшы, барлық жағдайда ең үлкен жауапкершілік біздің қазақтың қыз-келіншектерінде болуға тиіс қой. Өйткені азамат аяғын шалыс басса да, азамат қандай да бір теріс қадамдарға барса да, сол отбасының сақталып қалуы ең әуелі біздерге, әйелдерге қатысты үлкен жауапкершілік. Жаңағыдай мәселелердің алдын алу, кешірімді болу, баланың тағдырына жауапкершіліктің алдында мықты болуға тырысып, жанұяны барынша сақтау дейтін үдеден шығатын әйелдер азайып бара жатқан секілді, өкінішке орай. Біз естіп жүрміз, кейде бүгінгі таңдағы заманауи ұстанымдағы қыз-келіншектер сол азаматтың айқайына көнгенше, соның миыңды ашытқанына төзгенше, соның ата-енесін баққанша, одан да алиментіңді тиісті өндіріп, жұмысыңды істеп, өзің үшін ғана өмір сүр дейтін, батыстың еуропалық құндылықтарға еліктеп бара жатқан қазақтың қыз-келіншектерінің саны артып отыр. Яғни жеке басының ләззаты, рахаты үшін көп жағдайда сіз айтып отқан отбасылық құндылықтан бас тартуға дайын. Оның барлығы да сол қазақы тәрбие алмағандықтан деп ойлаймын мен. Егер ол қазақтың қызы, мысалы, сен оттың басының ұйтқысысың, сен сол оттың басына көнуің керек, сен қиыншылыққа көнуің керек, басыңа ер азаматыңның басына қиыншылық жағдай туғанда сен оған жаңағы демеу болуың керек деген нәрсені құлағына құйып өскен қыз, ол нәрседен өзі-ақ шығып кетер еді. Оның бәрі сол отбасында қазақы тәрбиенің, ұлттық құндылығымызды дәріптемегеннің кесірінен болып отыр. Еліктеу дегеннің өзі де сол ғой. Кез келген нәрсеге еліктеп, батысқа еліктедік. Бұған дейін кеңес идеологиясы әсер етті дедік, балаларға ажырасуға себеп болды, арақ себеп болды дедік. Оның бәрі айналып келгенде сол өзінің мойнындағы жауапкершілікті білмеуден. Жаңа дін өкілінің айтып отырған сөзі рас. Әр адам өзінің алдында, баланың алдындағы, ер азаматының алдындағы, отбасының алдындағы, аттаған босағасының алдындағы жауапкершілікті сезіне білмегендігінен туындап отырған нәрсе, алимент деген біздің жалпы ұғымға жат нәрсе ғой, қазақтың ұғымына. Соттасып жүру, алименттің соңында жүгіру, оны талап ету, ол талап ету жағдай болғаннан кейін міндетті түрде бет жыртысу болады, екі адамдар бір-біріне ғайбат сөз айтады. Мұның бәрі біздің ұлтымызға жат нәрсе ғой. Ал соның туындау себебі біздің қызылды, жасылды дүниеге еліктеп кеткенімізден, сол байыптылықпен қарамай, жауапкершілікпен қарамауымыздан деп ойлаймын. Сондықтан да бізде әсіресе мен өзім ұсынысым болама, бұл қыз баланың тәрбиесіне аса қатты мән беру керек деп ойлаймын. Қыз баланы тәрбиелегенде кейде қыз баланы тәрбиелегенде қазір мынау батыстың сіз айтқандай қызылды жасылды батысқа барып білім алу, қызын ұзатып жатқан кейбір аналар әдемі болып жүру, қызды тым еркінсітіп жібердік, шетелде білім ал, бірнеше тілді біл, бірақ отбасын сақта деп өсіріп жатқан ата-аналар некен саяқ. Қызын ұзатқан аналар енді мысалы мынау әлеуметтік желі дегенде көбейді, телефон, ұялы байланыстар, күнделікті жаңағы қызының күнделікті есеп алып отыратын сияқты. Сен не істедің, ол не деді? Қатты байланысып кеткен қыз, бізде қазақта мынадай сөз бар, кеткен қыз шиден тыс қары дейді. Яғни кеткен қыздың артынан оның не істеп, не қойып отқаны біреудің босағасын аттағаннан кейін, ол біреудің семьясына қол сұғумен бірдей ғой. Ал соны шеше болғаннан кейін қызының алай деді, мұнай деді деген сөзінің бәріне оның жаны ашиды, аналық махаббаты шектен тыс артып кетеді да, өзінің қызына өзі ажырасуға алып барады кейбір аналар. Сөзін сөйлеймін деп жүріп. Сөзін сөйлеймін, қызымды қорғаймын, соның жаңағы дұрыс жолды көрсетемін деп жүріп, қайта бұрыс жолға бастап жібереді. Екі ортаға себепші болып кетеді. Сондықтан да қыз баланың тәрбиесіне, кеткен қыздың тәрбиесіне аса қатты мән беру керек деп ойлаймын. Өте жақсы ой айттыңыз, Гүлжахан ханым. Енді қыз баланың тәрбиесі дегенде жаныңызда бойжеткен ханым отыр, Маржан Ашрапбаева. Маржан, жалпы тақырып мінекей, енді сенің өмірің енді ғана басталғалы тұр, үлкен ауқымды мәселе, шын мәнінде үңілсек астарына. Қандай ой айтасың? Енді өзің ертең сен де ана боласың, біреудің келіні боласың деген секілді. Кімнен кінә бұл жерде? Армысыздар,
бүгінгі қозғалып отырған тақырып өзекті, мен үшін де, басқа еліміз үшін де. Жаңа енді сіз кейіпкердің де әңгімесін естіп қалдыңыз, иә? Жолдас айтыпты, кеткен өзің асырай алмайтын болсаң, баламды өзіме қайтар деп айтып отыр. Яғни бұл жерде кейіпкердің де аз кем кінәсі болуы мүмкін. Сіз қандай ой айтасыз? Мен өзім бойжеткен ретінде, біз бозбала бойжеткен болған кезімізде көбінесе айтылатын тілектері қазір нақыл сөзге айналғаны, жар таңдауда, мамандық таңдауда қателеспе деп жатады. Енді біз жаңағы махаббат дейміз, басқа дейміз, сөйтіп жүріп қызылды жасылды дүниеге қызығады деп жатыр апайымыз. Мен ол кісіге де өте жақсы келсем, себебі қыздарға, қазіргі заманның қыздары бір мұсылманның бір парызында ма жазылған екен. Ер азамат үйді асырауға бір бумақ отынды әкеп сатып әкелсе де, ол асырай алады. Оны әрі қарай ұқшатып, сол үйді асырауға жұмсайтын әйел азаматтар деп. Сонда қыздарымыз, әйел азаматтарымыз жауапкершіліктің көбі соларда деп ойлаймын. Өйткені қандай жағдай болмасын, әйел азаматтар қандай жағдайға да шыдауы тиіс. Және кейбір аналарымызда бар, ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды дейді. Ол да қате ұғым деп ойлаймын. Өйткені барған үйге сіңісіп кету, Бауыржан Момышұлы атамыздың бір ұшқани атты шығармасында бар. Бір жақ ажырасып кеткен қызының артынан қаншама аталарымыздың өзі барып, соны жаңағы қайтарып алуға тырысады. Ал қазіргі кезде тек қана қыздардан да көре беруімізге болмайды. Ер азаматтарымыздан да кінә болып жатады. Бірақ соны әрі қарай жаңағы отбасы құндылығы деп жатырмыз. Соның барлығын сақтап отыратын үйдің ұйытқысы әйел азаматтар. Соған шыдау тиіс деп ойлаймын. Қандай жағдай болмасын. Сонда ғана ол отбасы болып, әрі қарай өмір сүріп, бала шағаның қызығын көреді деп ойлаймын. Сосын қазақта мынандай бір сөз бар, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған қазақпыз деп жатамыз. Соны алдағы уақытта ер азаматтарымыз да түсініп, әйел азаматтарымыз да, қыз келіншектеріміз де отбасы құндылығын ұғынып, ұлтымыздың жағдайын ойлауымыз тиіс деп ойлаймын. Енді осы напақа мәселесіне келсек, негізгі тақырып, қалай ойлайсыздар? Шын мәнінде сол напақа алуға бүгінгі таңда мүдделі болып жүрген қыз келіншектердің баршасы расында да бірдей бақытсыз, азаматынан қандай да бір соққы көрген, тағдырдан жапа шеккен жандар ма, әлде жеке басының қандай да бір өзінің қызығушылығы жолында, тым болмаса еркіндігі жолында осы бас тартып отқан отбасынан жандар бар ма? Сіздер енді бағамдап жүресіздер, жұмыс барысында психолог та болып үлгересіздер. Байқайсыздар, алдыңызға келген адамның қандай ұстанымдағы жан екенін де аңғарып үлгересіздер. Қандай ой айтасыз? Енді расында біз жаңағы айтылғандай, осы соттарда қаралған ажырасу санатындағы азаматтық істерді талдап тексерген болатынбыз. Шынымен де әркімнің әр іске әрқандай жағдайлар болады да, себебі жаңағы өшеде апайлар айтып отыр. Біреу жаңағы сыныққа сылтау іздеп, кішкентай болмас нәрсені сылтау етіп сотқа жүгіріп жатады. Екінші біреулер шын мәнісінде сондай жағдайға барған жағдайлар болады, жаңағыдай ішімдікке салынып кеткен деген сияқты мысалы. Енді әрине заңда да қаралған мұндай жағдайларда енді жаңағыдай екі жақты татуласу мерзімін беру деген сияқты заңда да қаралған. Өкінішке орай енді кейбіреулер сол татуласу мерзімінде татуласып әрмен қарай жақсы отбасы болып кетіп жатқан жағдайлар да кездеседі. Сол берілетін мерзім 3 ай ма, әлі күнге, әлде қалай ұзартылды ма одан? Мерзім бір айға. Бір ай көлемінде ғана. Бір айдың мерзім ішінде сол татуласуға. Татуласып кетпесе сот ажырастырады, иә? Енді тараптарды мәжбүрлеп ешкім не алып тұра алмайды оған да байлап. Сондықтан осындай жағдайларда ажырасуға тура келеді себептер. Енді мына сот орындаушылар мырзалар, енді әрине талапкердің сойылын соғып жүресіздер, алиментті өндіріп алуға қызметпен міндеттісіздер, борыштысыздар. Дегенмен сіздер де сол аналардың, әйелдердің арызданып отырған болмысынан қандай да бір хабардар болып үлгересіздер. Шын мәнінде солардың баршасы бірдей бақытсыз жандар ма, әлде жеке басының осы алиментті де өндіріп алғысы келеді, қызметте де жетістікке жеткісі келеді, қыдырғысы да келеді дейтін де адамдар бар, өкінішке орай. Қандай пікір айтасыз? Не байқадыңыз? Енді бұл жерде жаппай айту қиын, енді неше түрлі жағдаймен душар болып келеді ғой адам алдыңа. Иә. Кейбіреулердің әл ауқаты бар, өзінде шама шегі бар баланы асырап келуге. Бірақ заңмен
көзделген заңмен қорғалған нәрсе деп алиментін талап етіп келетіндер де бар. Енді бұл жерде алимент десе көбісі дұрыс түсінбейді. Ана өндіріп алушының пайдасына өндірілетін нәрсе, өндіріп алушы жаңағы әйелім оңды солды жұмсайды, өзіне жұмсайды, балама жұмсамайды деп төлемейді кейбір борышкерлер. Бұл жерде алимент нақты терең ойлайтын болса, ол баланың нәпақасы үшін, баланың киім кешегі, баланың ішім жемі, сол бала үшін бұл жерде. Енді кейбір азаматтар дұрыс түсінбейді, бір-біріне жаңағындай кінә артып, бір-біріне сол ерегістен алиментті төлемеуге дейін барып жататындар болады. Енді алимент 18 жасқа дейін төленеді, және де бала білім алып жататын болса, жоғары оқу орнында тағы да 4 жыл үстінен үстемақы төленеді. Енді ол жерде 18 жастан кейін бала ақылы түрде оқып жатса, өндіріп алушы енді неке және отбасы кодексінің талабына сәйкес бірінші саты сотына талап қою арызбен жүгіне алады. Енді әрі қарай сот шешеді. 21 жасқа дейін. 21 жасқа дейін төлеп отыруға міндетті, Енді жаңағы борышкердің өзінің отбасында 3 баласы болса, мысалға, бізге редакциямызға түрлі хаттар келіп түседі, жаңағы алименттің сомасы шын мәнінде қысқарып отырады ма? Екі жақтың отбасына орайластырып жағдайды, нәпақаны? Енді мысалы бір балаға 25%, 2 балаға 33%, 3 балаға 50%. Енді сіздің айтып отырғаныңыз мысалы 2 жанұясы бар адамдар. 2 жанұясында да 2-3 баладан бар. Енді 2-3 баладан бар. Енді ол жерде борышкер енді еңбек кодексінде де жазылған, ата заңымызда да жазылған, ешкімнің де еңбек ақысына 50%-дан артық ұстай алмаймыз. Енді мына жақта 3 бал 25-30% қылып қысқартып беруге мүдделі заң бар, қарастырылған. Енді ол жерде екі жақта да 3 бала болса 50-50%-дан болады. Ол кезде борышкер сотқа жүгінеді алимент мөлшерін төмендету жөнінде. Яғни екі жаққа да жалпы 50%, бір жаққа 25% беру мүмкін, 24% беру, бір жаққа 16% беру деген сияқты. Сонда мен сотпен шешім қабылданады. Даулы мәселе дейсіз бұның арғы жағында. Енді алимент қандай жағдайларда өндірілмейді? Енді бұл жерде алимент өндірілмейтіні, енді жаңа борышкердің жұмыс орнының жоқтығы, мысалы, сондай кездерде қиын. Атында жылжитын, жылжымайтын мүліктер болмаған жағдайда өте осы қиын тудыратыны сот орындаушыларға борышкердің атында жылжитын, жылжымайтын мүліктердің жоқтығы, жұмыс орындарының жоқтығы, сол кездерде өте қиындау енді өндіру мәселесі. Кейде біз білеміз, жылжымайтын мүлік деп қалдыңыз, жылжымайтын мүлікі немесе үйі, көлігін анасының, әкесінің, бауырының атына аударып қойып та, аяғын алшаң басып жүрген адамдар жоқ емес. Бұл турасында қандай ой айтасыздар? Енді ол өзіміздің де практикада кездесіп жатады. Бұл борышкер көріп тұрамыз көзіміз, бірақ заң бойынша, заңда бізде нақты көзделген борышкердің иелігіндегі мүлікке ғана біз яғни өндіре аламыз және өндіру жұмыстарын жасай аламыз. Басқаша әрекет ете алмайсыз. Басқаша әрекет, яғни ол машинада жүрсе, қарыз жинақталса, шайдан астам. Бұл кезде біз жаңағы жүргізуші куәлігін сотқа беру арқылы ұсыныс негізінде тоқтата аламыз. Қарызын өтелмесең көлігіңді тартып түбегейлі аламыз. жапқанша, болмаса осы алимент өтегенше деген сияқты. Правасын жаңағы жүргізу куәлігін уақытша шектеп тоқтатуға бере аламыз. Ал енді осы ерлі-зайыптылар заңды некеде тіркелмей-ақ, азаматтық некеде болса, екі тарап екі жаққа кетіп қалған жағдайда алимент өндіріле ме ол кезде де? Мұндай жағдайда сотқа талап арыз беру арқылы баланың әкесі деп тану жөнінде соттың шешім шықса, әрине өндіріледі. Мен жаңа жерде әріптестерімді толықтырып өтейін деген, мен жаңа көрерменде дұрыс түсінбей қалуым мүмкін. Алимент өндірілмейді деген мәселе жоқ та. Да, дұрыс айтып жатыр әріптестерім. Жалақысы болмауы мүмкін, атында жылжитын немесе басқа да мүліктері болмауы мүмкін, өндіруге мүмкіндік береді. Мұндай жағдайда заңмен алиментті белгілі мөлшерде, яғни алименттен қарызын анықтау жөнінде сот орындаушысы қаулы қабылдап, бұл қарыз оның мойнынан еш уақытта, яғни онан жауапкершіліктен құтылмайды деген. Жалтармайды бәрібір. Қалайда болса сол алимент өндіріп алуға тиіс. Осындай бір жағдай болды. Мысалға, жаңа біздің достарымыз жұмыс істемейді. 2 бала бар, әйел келіншек кетті. Бірақ ата-енесінен өндірді ғой. Ата-ене. Борышкер жұмыс жасамағасын ата-енесінің бір жақтан баланың әке-шешесі зейнетақысы арқылы өндіріп отыр. Зейнетақысы арқылы өндірілді. Ол қалай сонда өндіруге болады ма? Бұл жерде бұл заң аясында салып отырған жұмыс. Енді бұл жерде жалғастырып өтейік. Енді
кей кезде ата жана әжесінің келісімімен беріліп өтеліп жататын алименттер болады. Зейнетақысынан ұстауға келісім беріп, сондай да болады. Ал енді әке шешесі келіспеген жағдайда қандай түрмен өндіре аласыздар енді? Мұндай жағдайда неке және отбасы туралы біздің заңымыздың 92 бабында нақты айтылған, егерде жаңағы көмекке мұқтаж баланың ата-анасы оны төлеуге несі болмаса, жағдай болмаса, ол атасынан, немересі ғой, яғни атасынан немесе әжесінен өндіріп алуға құқы бар дейді. Мұндай жағдайда, яғни өндіріп алушы мәйлі анасы болсын, мәйлі әкесі болсын, сотқа атасы мен әжесіне өндіру жөнінде талап арызбен жүгінуге құқылы. Сондықтан бұл заңмен қарастырылған жол. Тағы бір жағдай болды, мен өзімнің оқушымда, мүмкіндікті пайдаланып сауалыңызды жолдап қалыңыз. Енді мамасы екі бала менен кетіп қалды. Сосын жақында ғана жолдасы үйленді. Енді ол баланы бір аптасына ма алып кетіп тұру керек екен ғой, папасы. Заң бойынша ажырасқан. Папасы алып кетіп тұрады. Енді екінші әйел алғаннан кейін ол үйленем деп екі баланы апарып қойып, беташарының бәрін жасатып, үйленген екі бала көреді ғой. Содан кейін екі бала енді папамыз үйіне бармаймыз. Папамның бөтен келіншегі бар, бөтен тәте келді деп екі бала барғысы келмейді. Сөйтіп жүргенінде алимент төленмей қалады. Ана кісі төлемей қойды, жолдасы. Сөйтіп кеше жақында ғана не керек, жаңа жолдасы жақсы адам болу керек, үйленген екінші. Жастар ғой енді қазір үйленіп жатқан. Сонымен өзі төлетуге мен төлетем, бірағында баланы жіберіп тұрыңыз деп жаңағы екі жақ келіскен. Ондай да жағдайлар кездеседі ғой, енді бұл жерде алған жары жақсы болып тұр деп ойлаймын мен. Ал егер жары жаман болса, әрине екі жақты мүлдем араластырмауға барынша әрекет жасайды. Айына бір рет алып кетуге болады балаңызды деп, мен баланы жіберсең ғана төлеймін алиментті. Ал егер де баланы жібермесеңіз, мен төлемеймін деп, ондайда бір кикілжіңдер кездесіп жатыр. Біздің мұғалімдердің тарапында негізі біз заңгер емеспіз. Біз негізі психолог та емеспіз. Бірақ соның бәрін қызық бір мұғалімдердің, общем, қазір біздің бір негізі жұмыс мұғалімдер келісетін шығар деп ойлаймын. Біздің жұмысымыз өте көп болып кетті. Түнделетті жүреміз, кейде инспектормен де жағалап жүреміз. Менің бір өзімде бір оқушымдар бар, бізде көп деген, енді бір елемет бізге жетпейтін шығар. Бірақ дегенмен айтып өтейін, жолдасы бір жаңағы баласы бір келіншекті алып келеді, оның ізіне бала еріп келеді. Содан баланы әкеледі дағы, не керек, екеуі ұрысып, әжесіне айтады: мен мынау менің аманатым, сізге тастап кетемін, немеремді деп, ол кетіп қалады. Папасы қайтыс болды, мына кісінің баласы, әйел жоқ үштігейлі. Енді соны мамасы, әжесі ғой, енді мынау мені өлгенше маған келінім тастап кеткен аманаты, дәл өзім баласынан да емес, ол еріп келді. Сол кісі соны баға, мен өсірем деп елінен көшіп, қазір осырғанда Қызылорда облысында жүр сол кісі. Бізде оқиды баласы. Мен де бастауыштан мен де оқыды, өзім жағдайым, кездескен жағдайым. Енді ана әжеге мен өзім осы телевидениені көріп тұтқан шығар мүмкін, рахмет айтам. Алла сыйласын, Құдай ғұмыр ұзақ болсын деймін. Өйткені ана әже қайтыс болса, бала далада қалады. Әке шешесі жоқ, тірі, папасы қайтыс болды. Бірақ әйел жоқ. Сол кезде 5 жасар баланы тастап, мен кеттім, жақсы, мына кісімен отаса алмаймын деп дегенмен енесіне тастап кеткен. Бұл жерде әйелдің азғындауы себепші болып енді енесі қазір әжесі баласындай осырғанда қорғаншылыққа алынған есепті ғой. Енді бұл әжесінің атында. Қазір мен Құдай қуат берсін деп тілеймін әжесіне. Қазір баланы асырап, бағып, әп-әдемі болып киіндіріп, өсіріп тәрбиелеп жатыр. Бәрекелді, ондай аналарымыз да бар ортамызда. Енді сіздердің жандарыңызда осы мынау нәзік жанды қауым отыр, сот орындаушылары. Әлия ханым, қолдарың микрофонды алып, қызмет барысында түрлі жағдайларға куә боласыздар. Енді сіздер сол практикада бел ортасында жүрсіздер ғой, осы ауыр шаралардың. Сіздер қандай қиындықтарға кез боласыздар? Кейде мысалға борышкерлер түбегейлі жалтарып, сізге талапкер арызын береді, сізді кінәлап отыр, өндіріп бере алмадың, сот орындаушысы кінәлі бұл жерде. Осындай да арыздар көбейеді. Қандай әрекет жасайсыздар? Қандай қиындықтар сіздерді күтіп тұрады алдарыңызда? Бұл жерде алимент санатындағы өндіріс, атқарушылық өндірістер бойынша қазір бөлімнің өзінде 5.000-нан астам атқарушы өндірістер тіркеліп отыр. Яғни 5.000 атқарушы өндірісінің 5.000 түрлі өзінің жағдайлары бар.
әртүрлі борышкерлер келеді, әртүрлі талапкерлер келеді. Сол келген кез келген борышкермен мысалы біз жұмыс жасаған кезде, егер борышкер жұмыс жасаса, оның әрі қарай ай сайын айлық табысынан және өзге де кірісінен біз жаңағы өндіру үшін қаулы қабылдап тиісті органға жіберіп өзіміз бақылап отырамыз. Ал жұмыс жасамайтын борышкерлермен біз жаңа заң талаптарына айтып өтті ғой, заң талаптарына сай қылмыстық және әкімшілік жауапкершілігін шешу мақсатында, яғни қамтамасыз ету мақсатында басқа да шектеулер борышкердің мүлкіне, өзінің жеке басына шектеулер қойып жұмыс жасап жатамыз. Енді өзіміздің тарапымызға көптеген қиындықтар да болып жатады, қызықты жағдайлар да болып жатады. Борышкерді қыса бастаған жағдай кезде көп жағдайда борышкерлер өндіріп алушылармен өзара келісіп татуласып жатады. Өйткені уже борышкерді қысқан кезде ол өндіріп алушыға болады. Өндіріп алушы біз сот орындаушының ықпалынсыз ақ өзара келісіп, мен сізге осындай сома төлеп тұрайын, біз өзара келісейік деп, көп жерде енді былтыр 6000 алимент болса, қазір 5200-ге түсіп, яғни соның 700-800-де татуласуы бар, басқа да жағдайлармен қысқартылып, қайтарылып отыр. Тамаша жағдай, шын мәнінде. Айтарлықтай жағдайлар болып жатады. Татуласып кетуі. Сіздер соған себепші болып жатсаңыздар, біздер себепші болып жатамыз. Бөлім тарапынан көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Заң талабынан да, адамгершілік жағынан да біз көп жағдайда борышкерлерге де өндіріп алушыға түсіндірме жұмыстар жүргіземіз көп жағдайда. Өндіріп алушыға жүргізген жағдайда көбіне көбісі татуласу әрекеттеріне әкеліп жатады. Түсінікті. Бүгінгі баршаңызға біздің студиямыздың төрінен табылып, осынау нәпақа дейтін баршаны толғандырып жүрген мәселе турасында ойлы пікір айтқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Осынау мұратты жолда сіздерге табысты болуды тілейміз. Әрине арызданатын борышкерлердің саны азайсын, сіздер жұмыссыз қалады деп және ойламаймыз. Қазақтың іргетасы мықты, берік отбасылары көп болсын деген тілекпен біз бүгінгі хабарды тамамдаймыз. Қадірлі көрермен, жүрегінде иман дәнегі көктеген, мейірімнен алшақ кетпеген әрбір адам өзінің баласының алдындағы адами ата-аналық парызынан ешқашан айнымағаны жөн. Бұл өмірдің өзі. Сәрсенбі күні тікелей эфирде есен сау жүздескенше.